намысы көктіреген, қойнауынан тектілер бектілеген. Ассалаумағалейкум, армысыздар, балбан шолақ жайлаған текті мекен. Бүгін құттарып қасиет қонған киелі мекеннің көгінен ән әуелеп төрінен жар төгілейін деп тұр. Оған себеп есімдері өмірімізге белгілі өнерпаз ұлдарыңыздың шығармашылық кеш ағайын. Жалпы хан көрген, хазірет көрген, сал серілер серілік құрған, құлағында құлагердің шабысы қалған көкше төрінен хас таланттардың шығуы ол заңды құбылыс. Солардың бірі бірегей белгілі сазгер, әнші, облыстық байқаулардың жүлдегері, ел есінде қалған талай әндердің авторы Жансейіт Түкібаев және жас талант айтыскер ақын, облыстық ақындар айтысының жүлдегері, поэзия әлемінде өзіндік орны бар осы білім ордасының ұстазы Серік Нұртуған. Екеуі бүгін бұланды жұртшылығының алдында мектеп лицейінің әнұраны атты шығармашылық кешін берген отыр. Сүбелі сөз сөйленіп, әсем ән шырқалатын бұл кешке ендеше қош келдіңіздер. Бүгінгі кеш иелерін олай болса құрметпен, қошеметпен орта қалдырсақ деп отырмыз. Бүгінгі кеш иелері Жансейіт Түкібаев және Серік Нұртуған. Бұл сахна төрінде еленген мектеп әнұранның жарыққа шығуына бұл кісілер үлесін қосты. Сөзін жазған Түкібай Толқын және Серік Нұртуған, әнін жазған Жансейіт Түкібаев. Бүгін алдарыңызда осы жаңа әннің тұсауы кесілейін деп отыр. Бұл алтын уақыттың куәгері болыңыздар дей отырып, бүгінгі кеш иелерін құрметпен төрге шақырамыз және сіздердің алдарыңызда жаңа әннің тұсауы кесілейін. Мектеп әнұраны жарыққа шығып жатыр ағайын. Марқұм Жомарт Жұмағалиевич кезінде осы жоспарланған іс-шара еді. Мына жігіттер сіздердің өнерлеріңіз өрлей берсін, таланттарыңыз ары қарай республикалық, облыстық көлемдерге жете берсін. Расында да мына мектеп лицейіміздің Астана қаласындағы мектептерден кем емес, асып кетпесе, шаңырақтарыңыз осындай білікті мамандарға толы болсын, білімді, талантты оқушыларға толы болсын. Апа-әжелер осындай әдемі болып келіп осындай шараларға қатысып отырыңыздар. Алтын Орда кез келген адамның жүрегінде осы мектепке деген сағыныштың жатары анық. Мектебім сағынышым әні сөзін жазған Ерсерік Түкібай, әнін жазған Жансейіт Түкібаев, орындайтын Сертай.
бітеді барлығын, сен дегенде әттен неге кірмелеп. Күтіп жүрмін, не боларын білмеймін, кілт тоқтасаң, тұра берем жүрмеймін. Сен гүл болсаң, көбелектер қанатын, мен жел болып барлығында әрлеймін. Білесің бе, меңіреу жолдас той түндеген. Халімді сұрайды кім менен, жалғыз ем адасқан еліктей, абайсыз жолықтың кім білген. Енді сен болар деп тұмарым, енді сен болсын деп сыңарым. Сан мәрте бас едім тәңірден, жыладым, жүрекпен сұрадым. Дәулет тәуелсіздік, хат жазып айтпадың, болмаса халіңді. 70 жыл білмедім, барыңды жоғыңды. Сен қашан келерсің, іздерге бостандым, ботадай білдіріп қазағын сағынды. Қамқорға алғандай көк көзді ағамыз, тәрбие үйретті бұзылды санамыз. Өзінің үйінен өгейсіп жасыған, тағдырдан қорқатын жетім бір баламыз. Тәуелсіздік сөйлейді. Я, қазағым, қызың сұлу, баһадүр, ұлың батыр. Тарихында кілті жоқ қылып жатыр. Сен кешірген азаптар аз емес-ау, бірақ оны кім-кімдер біліп жатыр. Шүберекке түйгізіп жаныңызды, жоңғар шапты жоқ қылды барыңызды. Ақтабанды зарлатты нар қазағым, тар заманда сыңдыры сағынызды. Әкем қайда, неліктен керегім жоқ, ол туралы ешқандай дерегім жоқ. Ақылымда әкемнің көрмеймін бе, тағдырымда қаталдық не деген көп. Қанаттанса, қанатым ұшамында, шешем әлі өмірдің тұсауында. Ана, сенен көп нәрсе сұрамаймын, бірақ рет болсам ғой құшағында. Нық басамын енді мен қадамымды, бұл өмірдің ақсыты ана құнды. Жұмақ кейді ананың табанында, келші ана, сүйейін табанында. Өздеріңіз білесіздер, талай сахнаның төрінен көріп жүрсіздер. Есімі елге таныс қаншама ақындардың сөзіне ән жазды. Соның бірі Бұланды ауданының құрметті азаматы Ермек Қаратайұлының сөзіне жазған Бұланды вальс әні. Орындайтын Сертай Нұржанов, Қазыбек Қалиев және автордың өзі Жансейіт. Кеш иесі Жансейіт Нұртуғанға жыр арнап үлгерейін бір тұрғанда, не жетсін көрерменге кештер сыйлап, жүрегін қуанышқа толтырғанға. Жүретін шалқар шабыт жетегінде, бұларды ұстау қиын бекерінде. Бірі ұзын, бірі қысқа болса дағы, бір ұқсастық бар білем екеуінде. Ұқсастық бар, топ жарар қазанаттар, ел үшін аламанға таза баптар. Тағы бір ұқсастығы осы болып тұр, өнер қуған өрелі азаматтар. Ел жұртының жүретін қамын ойлап, өнер десе шығатын жаны жайнап. Айырмашылық бар енді екеуінде, бір үйленген, біреуі әлі бойдақ. Ұлттық сезім жаулаған санасынбай, аламанға кіретін баласынбай, шеттеріне марқасқа дара туған біз
біздің елде жігіттердің бәрі осындай. Тарихыңды тарқатсам төскейіңе бір туар балуаншылық ат байлаған шығармашылық осы кеш құтты болсын төрінде бұландының шаттайлаған. Әнұраным айбынды әні мектеп оқушыларының орындауында авторы Жансейіт Тәкібай. Пока не
сүйіп келдің. Өлген басын кіші ғып иіп келген. Ассалаумағалейкум халайыққа алтындай уақытын қиып келген. Бұландың берекеміз бұзылмасын, өнер десе ішкен асын жерге қойып, ақынымен саз берінбеу шіркін. Биік көрген әрайдым, ай әрайдым, әрайдым. Бұл гимн сан ұрпаққа жете берсін, 2050 қайта кездесейік, бұйырса шал боп келіп беу шіркін. Қалтыраған әрайдым, ай әрайдым, әрайдым. Ақынның бет алысын байқадыңдар, жақсылықпен қашанда жай табыңдар. Жырымды өлең қылып ұзаттың ғой, қалың малың шапалақпен беу шіркін. Қайтарыңдар әрайдым, ай әрайдым, әрайдым. Сейіттің бір керемет әні бар. Оны тек қана осы Бұланды төрінде емес, еліміздің барлық түпкір-түпкірінде орындайды. Ол белгілі соңғы қоңырау әні. Сөзін жазған қаламы қарымды ақын Адырбек Собыбеков, әні Жансейіт Түкібаевтікі, орындайтын Татьяна Аникина сіздердің. Ағамыздың сөзіне жазылған тамаша ән Жансейіттің әні құтты болсын наурыз, орындайтын Сейілжан Сағидолла және Жансейіттің. Алғанлар сылдырлап, бара тұрар жайнаса, құлыншақтар құлдырап, құмсылақтар ойнаса, күн жылығын береді, жер жадырап жасайды, жаңбыр иісі келеді, наурыз дейміз осайда. Түн қаптасын қырбасын, дейхан қарап тұрмасын, шексіз соғап тұрмасын, қыдыр болсын жолдасың. Құттылардың тыңдасын, лырса болсын сырласын, ақын жүрек жырласын, құтты болсын ағайын, наурыз құттың жыл-басын. Намысы көп тіреген, тілеуің осы еді ғой көп тілеген, болашаққа қаны қаға бер қанатыңды, тасында тарихы бар текті мекен. Осы мектептің жас таланттары Аяулым мен Арнұрды ортаға шақырайық деп отырмыз ағайын. Ерсерік Түкібайдың сөзіне жазылған Жансейіт Түкібаевтың әні Отаным Қазақстан әнімен. Жақында ғана Аяулым мен Арнұр дәл осы әнді шырқап Көкше төрінде өткен байқауда бірінші орынды еншілеп қайтқан болатын. Ендеше құттықтап қойсаңыздар болады. Ортада Аяулым мен Арнұр Отаным Қазақстан әнімен.
әр жылдарыңызда елге жұртқа арнай беріңіздер. Мынау Қазақстанның болашағы отыр, осындағы қазір мына жігіт пен қыздар отыр. Нағыз Қазақстанның болашағы осылар. Осылар қуаттап, осылар жақтай берсін. Біздер соны қостай берейік. Әр уақытта шығарып жатқан өнерлеріңіз биіктен көрінсін. Халық, ел, ағайын, туыс бәрі сіздерді қуаттап, сол сіздердің кештеріңізге келе берейік. Бақытты болыңыздар. Ағаларым әні Адырбек ағамыздың сөзіне жазылған Жансейіттің әні мектеп ұстаздарының орындауында. Аңсаған әнімен мектеп оқушыларын ортаға шақырайын. Қонақтардың қатарында өнер жанашырлары отыр. Олардың бірі тұтынушылар құқығын қорғау орталығының директоры Дәметкен Ибрашқызы және Раушан Түркменбайқызы келіп отыр. Сіздерге сөз кезегін берсек отырмыз. Бізге осы үлкен кісілерге рахмет. Аға, тәте, әжелер, апалар, сіздер осы жерде Жансейітпен Нұртоғанның шашбауын көтеріп, күш беріп, қуат беріп отырсыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Ораза айы құтты болсын, қабыл болсын, аман есен болайық, еліміз тыныш болсын, Қазақстанда осындай, біздің бауырларымыздай, Нұртоғандай, Жансейіттей жігіттер, інілеріміз, балаларымыз көп болсын. Балалардың композиторы деген атақ анау адамға бере қоймайды. Сондықтан мінекей бүгінгі сіздердің таңдамдарыңыз бірге істеген, бірге жасаған, бірге ойланып, еңбектенген мінекей мектеп лицей әнұраны әрқашанда осы мектепте ұзақ уақыт қалады деп ойлаймын. Бірнеше әндер шығарып жатыр, оның куәсі болып жүр. Ол Жайнарбектің сөзіне жазылған Құттыбекен бұландығын, Ермек Қаратаевтың Бұланды вальсі, Марғұлан Оспановқа жазылған сөзіне жазылған неше бір әндер туындады. Жансейіттің әні әрқашан көтеріле берсін. Жаңа соңғы қоңырау деген әндерін естіп, ауылда жүрген кезіміз есімізге түсті. Сол кезде соңғы қоңырауда мен мектепте жұмыс істеп жүргенде айтылатын әндер. Соны бәрі еске келді. Мен алайын сіздерге барлықтарыңызға бақыт тілеймін, отбасыларыңа амандық тілеймін. Нұртуға мен Жансейіттің, Жайнарбектің қаламдары ұшталмасын, неше бір әндер туындап, біздің Бұланды ауданына сіңе берсін. Одан ары қарай асып жаңағы бірінші орын алып келді деп жатыр Ақмола облысында. Ол да бір жетістік. Мынау мектеп лицейдің әрдайым атағын көтере беріңдер. Оның ішінде Бұланды ауданы, оның ішінде Ақмола облысы, оның ішінде Қазақстанның әрдайым аттарын жақсы жағынан шыға берсін. Сол жақсы нелеріне біз куә болып, марқайып жүре берейік. Барлықтарыңызға бақыт, отбасыларыңызға амандық, әрдайым осындай кештер көп болып,
амандық саулықта кездесе берейік. Қазақстан жасай берсін. Талантты оқушыларынан бөлек осы мектептің кез келген ұстазын ұстап алып, өлең сұрасақ, жатқа поэзия оқи беретін әдеті де бар. Ендеше осы мектептің ұлағатты ұстаздарын жалынды жырларымен ортаға шақырайық. Иегіне шығып алсам тауларының, көз тартады ұясына ауған күн. Сосын тұрып айқай салсам жаңғыртып, сезгенер ме тіршілігі жалғанның. Жоқ әлде көк теңіздей долдансам ба жағаға, айқай шуым естіледі далаға. Бәрі өтірік, бәрі ақылды әйтеуір, сен шындықты жастырдың ба шағаға. Жоқ әлде қара жерге тербетілсем қайықтай, жапырағым тұрар мекен айрылмай. Суып кеткен адамдар көп өмірде, суық біздің кешіп жатқан жайымдай. Мен келдім туған күнне ертерек, сен жүрсің басқаға еркелеп. Көңілім түседі төменге, жүректе қызғаныш өртенеді. Айналған ғашықтар сәніне, нұртастың белесін әніне. Қолымды бір сілтеп мен кеттім, оралып келермін әлі де. Содан соң есіңді жинарсың, сезімнің шешімін ұйғарсың. Мен кетсем алысқа оралмас, күлкіңді өзгеге сыйларсың. Жыларсың, ішінен тыңарсың, сағынып қайда деп сұрарсың. Ізіңді желгеткен өшіріп, ұмытшы басқаға ұнарсың. Бір жыл қоштасқан күніммен, сол күнді еске алам бүгін мен. Құттықта өлеңнің жолдайын, сүйіктім туған күнімен. Қылығың анаңның сүтімен келіпті, мендегі тоқтатып зерікті. Құштарды қапысыз оятып, жаным өзіңе елітті. Сезімнің ол қиын, пәктікті тазартып, мұналған, жібермей ынтызар құмардан, лүпілдеп соғатын кішкентай жүректі ғашық қып шығарған. Түнгі ұйқыңды айменен жарысып бөліскен, жүзіңді нұрмен де өбіскен. Жанымнан мәңгілік қалмашы, иықтағы қанатты періштем. Мен сені сүйемін бұл жайлы, махаббат заңымен келіскен. Нұртуғанның поэзиясынан үзінді оқып берді сіздерге. Жалпысы Нұртуғанның шашпауын көтеріп, әрқашан алдында арқа тұтар ақылшысы болып жүретін ауданымызға белгілі қолы шифагер сынықшы атамыз Кәбенк атамыз келіп отыр екен. Кәбенк атам, мүмкін ортаға келсеңіз. Бүгінгі оразаларыңыз қабыл болсын. Құрметті балалар, бүгінгі мереке тілеулеріңіз құтты болсын. Қаламдарыңыз күшті болсын. Қадамдарыңыз ұшқыр болсын. Мектептеріңіздің той құтты болсын. Өсіп өркендеп, өнерлеріңді өстіп, көпшілікке үкіметтен адым қатар болып жүре беруге Алла нәсіп етсін. Ел аман тыныш болсын. Осы барлықтарыңыз балалар ойын күлкіден айырмасын, қызықтан осы той-тойға тойлап жүре беруге Алла нәсіп етсін. Бұл өлке ел ертеңін ойлаған ел. Бұл өлке белді бекем байлаған ел. Алып күшпен танылған бар қазаққа бұл өлке балуан шолақ жайлаған ел. Табиғаты талайды таң сандырған, сұлулығы атанға ән салдырған, ойындана мысы бар жастарына балуан шолақ елі деп жар салдырған. Өзінің ұлдарының тас десетін, шаттыда жатырқан бай дос десетін, қара өзек аққайын шұбараған, таңдайынды қақтаған тас десетін. Hey!
осы білім ордасының, осы қара шаңырақтың иесі бүгінгі шығармашылық кеш қалай өтеді деп жарғақ құлағы жастыққа тимей жүрген Анар Исламбекқызы, өзіңізге әр іс-шарада мектеп әнұраны ол міндетті түрде айтылып отыру керек. Сондықтан бүгін міне кесер жасалды. Ертеңнен бастап бұл әнұран айтылып отырады. Енді әрдайым біздерге осылай қолдау жасап отырған біздің үлкендерімізге, әже аталарымызға көптен көп рахмет айтамыз. Әрдайым біз шақырған сайын осы кісілер келіп қолдау жасайды. Сіздердің берген мына балаларымызға үлгілеріңіз, тәрбиелеріңіз өте жақсы. Сіздерге денсаулық тілейміз. Әрдайым біздің мектеппен бірге болуларыңызды сұраймыз. Осы кісілерді қолдап жүрген мына біздің әріптестеріміз Қазбек, Сертай, Сейілжан, осы кісілерге де көп рахмет айтамыз. Қайда болса да әншілер өздерін әрдайым қолдайды, өздерінің бірліктерін көрсетеді. Сіздерге көптен көп рахмет айтамыз. Енді мына біздің авторларымызға кішігірім сыйлық жасайды дегенбіз. Мұнда мектебіміздің суреті және өздеріне арнайы шығарылған баннердің үлгісі. Серік Нұртуған, сізге мынау. Жансейіт мынау тура сондай, екеуіне бірдей міне сыйлық жасап отырсыз. Мынау сізге көптен көп рахмет сіздерге айтамыз. Ақын, жазушы. Сондықтан осы кісіге де біз рахмет айтамыз. Келіп біздің бүгінгі кешімізді ұйымдастырды, жүргізді. Әр іс-әрекет қалай дұрыс өтетініне бізге өзінің ақыл кеңесін беріп отырды. Сондықтан Жайнарбек, сізге де көптен көп рахмет айтамыз. Жұмысыңыз алға баса берсін, ақындар көп бола берсін. Біздің бұланды еліміз осылай жайнай берсін, осындай жас мамандардың арқасында. Сізге де міне кішігірім сыйлық. Мына оразамыз қабыл болсын, қазақ еліміз жайнай берсін, салт дәстүрлеріміз сақталсын, өсіп келе жатқан ұрпағымыз жақсы азамат болсын, келешекте осы біздердің бастаған іс-әрекеттерімізді жалғастыратын болсын. Алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңіз үшін, алтын бастарыңызды иіп келгендеріңіз үшін көптен көп рахмет айтамыз.